баршаларыңызға. Құрметті ер азамат қауымы, мен өзіме қосылайық жобасына үміткер күтемін. Егер де маған үміткер болып келгілеріңіз келсе, онда қазір ссылка қалдырам, сонда кіріп Маржанға үміткер болғым келеді деп жазыңыздар. Міндетті түрде сізге жауап береді. Жастарыңыз 20-дан асса, аяқтарыңыздан нық тұрған, кәдімгідей өздеріңізге сенімді жігіттер болсаңыздар, онда жазыңыздар. Қосылайық жобасына бірге таныстық бастап көрейік, араласып. Мен бұрыннан қосылайықта көретіндер біледі, что мен еркектердің абыройын бүйтіп ойлап жүремін да. Келген маған үміткерге всегда айтам, таныстық бірге тоқтайды деп, сондай условия қоям. Почему-то орындалмайды сол ше. Потому что соңғы үміткердің 20 жасарда үміткер келген кезде реклама кезінде айттым да, таныс жалғастырамыз ба деп, сен я деді. Ладно, бір көрейік дедім, жалғастырады десем, ол тоқтайды деп тұр да. Енді мен жұрттың абыройын ойлаймын, менің видимо абыройымды ешкім ойламайтын сияқты. Сосын мысалы сыртта неше түрлі жағдайлар болады. Кездесу кезінде оның бәрі келіп эфирге айтып, оның позорын шығарып отырсам болады ғой. Ондай дүние болмайды да менде. Всегда қойшы, оның да ата-анасы көріп отыр ғой, бауырлар көріп отыр ғой деген нәрселер болады да. Мен даже бір столовыйда апарып, бір там арзан жерге апарып тамақ әперсе де, мен оған қарап рахмет үлкен, сондай вечер кеш ұйымдастырғанның үшін деп мен оған благодарность деп айтамын да. Сол үшін смело келе беріңіздер, ақшам жоқ екен демей, ничего. Маған біреу келді. Жаным, қалайсың? Не соқ, мұзда кеткесің ба? Жоқ, пен жүрсің ғой. Қай жақпен жүрсің ғой? Көктем тезірек келсін деп. Жаным. Қалайсыздар? Мен бүгін тойға билеуге келдім, выступлениеге. Күшті ресторан, осындай Millennium Hall деген. Ерте келіп алып, күтіп отырмын далада. Кішкене таза ауамен демалып, ойым бөлініп, негізі күшті болып қалдым. Кешке дейін ұйықтадым. Сондай почти что хейттен көтеріп депрессиядан шығып, уже все нормально. Уже қабылдадым. И жизнь прекрасна. Өздеріңізде қалай? Ал, всем добрый день. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы күн болсын. Кеше ғана Алматыда жүрек, бүгін Шымкенттеміз, құрметті жақсылар. Сторис салған, мүлдем уақыт болған жоқ. Қазір бір жақсы бір жанның үйіне келіп жатырмын. Құдай қаласа. Сол. Алейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Енді түс болса да қазір шығып жатырмыз. Бір жұмыстармен, тіршіліктермен. Көптен бері бармаған Ұзынағашқа барайын деп жатырмын. Ұзынағаш районына. Бұйыртса сояқта бір жақсы жаңалық болып жатыр. Біраздан кейін бөлсем, не жаңалықтар болып жатқанын. Хорошо? Давайте. Қазір базардан келдік. Мен алған көкөніс жеміс-жидектердің бәрін жуайын деп жатырмын. Сосын не алғандарымызды көрсетемін. Біз азық-түліктің барлығын тапсырып беріп алдық. Елдің бәрі сияқты каспийдан, арбуздан деген сияқты сөйтіп алдық. Бірақ арасында осы айына бір рет өзіміз барып таңдап алып деген сияқты алып базарға барып келеміз. Жаңа көкөністер алдық, жеміс-жидектер алдық. Сосын мысалы мынадай тауық аяқтары отдельно осылай аламын. Сосын бұны тек қана духовкаға пісірген кезде ғана қиыламын. Сосын мысалы мынадай нелерді алдық. Грудка, филе. Мынаның барлығын турап мен пастаға или макаронмен пісірген кезде отдельно осылай пайдаланамын. Сосын бөлек былай окорочка алдық. Окорочканы мен супқа пісіремін. Мен өйстіп, короче, бөліп ала беремін, ешқайсысын араластырмай пісіремін, короче. Әр тамаққа осылайынан әр түрлісін аламын. Базарға барғанда міндетті түрде біз острый салаттар аламыз. Үш түрлі капуста мен мақылысында. Мында фунчоза мен мақылыс. Мында не, балық хе. Отдельно сатып алып, мынаны қазір аналармен араластырып келеміз. Өзіміздің қазақшадан тары, ақтөбенің тарысын алдық, ірімшік, шайға. Мынау да ірімшік негізі. Бірақ творог, короче, творог болады. Сосын мен базарға барғанда мынадай алманың чипстарын аламын. Магазинскийлар бар ғой, солар маған негізі тоже ұнайды. Бірақ кейде дәмдері біртүрлі, әртүрлі болады. Кейде біреу корица қосылған, біреу табылған. И натуральный вариант осындай аламын. Охотничьи колбаски, селедка. Сосын базарға барғанда обязательно мынадай балық. Мама! Сосын бүгін мынадай сыр алдық, иранский сыр. Сол жердегі кісілер мақтады да, сосын біз алып жеп көрдік, дәмі күшті екен. Сосын бір информация мынандай, вообще магазиндерде мысалы болады ғой, Брест-Литовск деген сияқты тұрады, сол сырлардың там бір кішкентайын қарайсыз, примерно там 2 мың теңге тұруы мүмкін да. Сол олардың на самом деле өлшеп қарағанда килограмм бойынша бағасы көптеген дәмі, мысалы да, сорты жақсы сырға қарағанда қымбат тұрады да, оны весовой кішкентай деп өлшегесін олар қымбатырақ сатады. На самом деле сіз бір базарға барған кезде осындай өзіңізге бәрін жеп көріп, маған именно осы ұнайды, тұзы осы жақсы деген сияқты, соны алсаңыз, сіздер дешевле аласыз да. Бір аласыз, бір жағынан
отырасыз бір жағынан өзіңізге ұнайтын алса постоянно алып жүрсіз. Магазиндегі кішкентай сайлардың көбінің дәмі жоқ. Сондықтан осылай базардан алған жақсы негізі. Басқа конская жылқының етімен негізі көбіне соңғы кездері өзімізше колбасадан бас тартып жүрміз, бірақ именно осындай жақсы болса бәрін алуға болады. Сосын куриный рулетті біз көбіне завтракке жейміз, жұмыртқамен деген сияқты. Или просто бұрын мысалы колбасамен сыр жегім келсе, лучше куриный рулетпен сыр жеген жақсы. Сүт мынадай лактель 20% мынау паста или соус сливочный жасаған кезде осындай осы нені аламын мен. 20% осы петропавловскадан аламын. Ескиден. Сосын сгущенкадан. Мынау деген менің махаббатым, себебі басқа сгущенкаларды мен ешқайсысын мойындамаймын, тек 3 желаниедағы осы сгущенкадан мен өзім просто. Сосын қаймақ, қолдың қаймағы, күріш, лазер. Сосын соевый соус. Соевый соус бізде страшно тез бітеді. Бұрын мысалы аласыз, содан кейін пайдаланылмай тұратын еді ғой. Осыны біз макаронға да, кейде курицаны қуырғанда да бәріне көбіне қоса береміз. Содан, короче, часто бітіп қалады. Сосын табаско. Мынау пиццамен, соңғы кездері пиццаны осындай табаскамен жейтін болып жүрміз. Вообще, байқасаңыздар, кілең острый заттар бізде көп. Білмеймін неге екенін, бірақ мен өзім острый заттар жақсы көремін. Дархан тоже. Сосын Наполеон торт, сосын квас, гренки, басқа болды, басқа жұмыртқа алдық, нан алдық. Менің корзинам осындай, білмеймін, қызық па, қызық емес па.